Сәлеметсіздер ме, балалар? Бізде математика сабағы. Бөлімнің тақырыбы 1000 көлеміндегі сандар қосу және азайту. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. Сабақтың мақсаты 3 таңбалы сандарды, мыңдықтарды, санның ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау. 3 таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану. Сен бүгінгі сабақта 3 таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдерін қолдануды үйренесің. Анар анасымен бірге дүкенге барды. Анасы дүкеннен 3 себет алма сатып алды. Бірінші себетте жүздіктер деген жазу бар екен. Ішіндегі алмалардың түсі қызыл және 0-ден 9-ға дейінгі 10 сан жазылған. Екінші себетте ондықтар деген жазу бар екен. Ішіндегі алмалардың түсі жасыл және 0-ден 9-ға дейінгі 10 сан жазылған. Үшінші себетте бірліктер деген жазу бар екен. Ішіндегі алмалардың түсі сары және 0-ден 9-ға дейінгі 10 сан жазылған. Ал балалар, енді осы 3 себеттің көлемін өздерің салыстырып көріңдер. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Әрине, ең үлкені қызыл түсті алмалары бар жүздіктер себеті. Жасыл алмасы бар ондықтар себеті екінші орында. Ең кіші сары түсті алмалары бар бірліктер себеті. Балалар, 3 таңбалы сандарды оқығанда, жазғанда жүздіктер үлкен болғандықтан бірінші оқылады және бірінші жазылады. Ондықтар жүздіктерден кейін, бірліктерден бұрын оқылып жазылады. Ең кішісі бірліктер соңында оқылып, соңында жазылады. Ал енді балалар, себеттерден бір-бірден алма алып, 3 таңбалы сандар құрайық. Мысалы, 4 санын жүздіктер себетінен алдым, 3 санын ондықтар себетінен алдым, 2 санын бірліктер себетінен алдым. Қандай сан шықты? 432. Жарайсыңдар. Бұл санның құрамында 4 жүздік, 3 ондық, 2 бірлік бар. Қалған сандарды бірге оқиық. 789, 546, 324, 865. Келесі тапсырмада 3 таңбалы сандарды бағандап, қосып азайтуды үйренеміз. 432 санын 245 санына бағандап қосқанда, бірліктің астына бірлігін, ондықтың астына ондығын, жүздіктің астына жүздігін жазамыз. Орындалатын амал 2 санның алдына жазылады. Бағандап жазып болғаннан кейін, санның соңындағы бірліктерден бастап қосамыз. Бірліктерді қосып, шыққан санды бірліктердің астына жазамыз. Ондықтарды қосып, шыққан санды ондықтардың астына, жүздіктерді қосып, жүздіктердің астына жазамыз. 2-ге 5-ті қосамыз 7, оны бірліктің астына жазамыз. 3-ті 4-ке қосамыз 7, оны ондықтың астына жазамыз. 4-ті 2-ге қосып, шыққан 6-ны жүздіктің астына жазамыз. Азайту амалында бағандап жазып болғаннан кейін, бағандап қосқан тәрізді бірліктен бастап азайтамыз. Содан кейін бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты, жүздіктен жүздікті азайтамыз. Шыққан сандарды астына жазамыз. 7-ден 2-ні азайтамыз 5, 7-ден 3-ті азайтамыз 4, 6-дан 4-ті азайтамыз 2. Бағандап қосқанда, мысалы, 437 санын 245 санына бағандап қосқанда, бірліктердің қосындысы 12-ге тең болады. Шыққан санның бірлігін бірліктердің астына жазып, ондығын ондықтарға қосамыз. 7 қосу 5 тең 12, 2-ні бірліктің астына жазып, 1 ондықты ондықтардың үстіне белгілеп кетеміз. 3 пен 4-ті қосқанда, белгілеп кеткен 1 ондығымызды да қосуды ұмытпаймыз. Бізде 8 шығады. 4-ке 2-ні қосамыз 6. Бірліктерді қосқанда шыққан санымыз 10 немесе 10-нан асып кеткен жағдайда, ондық санын алдындағы ондықтарға қосамыз.
Ондықтарды қосқанда шыққан сан 10 немесе 10-нан асып кеткен жағдайда жүздіктердің санына қосамыз. Бағандап азайтқанда 682 санынан 245-ті азайтатын болсақ, бірліктен бірлікті азайтқанда 2 кіші болғандықтан одан 5-ті азайта алмаймыз. Сондықтан алдында тұрған 8-ден бір ондықты қарызға сұраймыз. Бір ондық қосу 2 тең 12 болады. 12-ден 5-ті азайтамыз, шыққан 7-ні бірліктердің астына жазамыз. Енді ондықтарды азайтқанда 8-дің бір ондығын қарызға беріп жібергендіктен 7-ден 4-ті азайтамыз. Шыққан 3-ті ондықтардың астына жазамыз. 6-дан 2-ні азайтып, 4-ті жүздіктердің астына жазамыз. Ондықтардан азайтқанда да жоғарыдағы сан төменгі саннан аз болған жағдайда алдындағы жүздіктерден қарызға сұраймыз. Қалған есептерді бірге шығарайық. 472 санына 245-ті қосамыз. Бірліктерден бастайық. 2 қосу 5 тең 7. 7 қосу 4 тең 11. 11-дің бірін жазамыз. Бірін жүздіктерге қосамыз. 4-ке 2-ні және ойдағы 1-ді қосамыз. 7 шығады. Оны жүздіктердің астына жазамыз. 547-ден 256-ны азайтамыз. 7-ден 6-ны азайтамыз. 1. 4-тен 5-ті азайтуға келмейді. Сондықтан алдындағы 5-тен бір ондықты қарызға сұраймыз. 14-тен 5-ті азайтамыз. 9. 5-тің біреуін қарызға беріп жібердік. 4-тен 2-ні азайтамыз. 2. 475-ке қосамыз 245-ті. 5-ке 5-ті қосамыз 10. 0-ді бірліктердің астына жазамыз. 10-дығын ондықтарға қосамыз. 7-ге 4-ті және ойдағы 1-ді қосамыз. 12 болады. 2-сін жазамыз. 1 ондықты жүздіктерге қосамыз. 4 қосу 2 қосу 1 тең 7. 26-шы беттегі номер 6-шы есепті үйден өз беттеріңізше бағандап шығарыңдар. Түсінбеген жерлерің болса, жаңағы шығарған екінші есепке қарап, салыстыра отырып шығарыңыздар.